Бәйтерек холдингінің қолдауымен Қостанай облысында 5 инвестициялық жоба мен 4 экспорттық операция жүзеге асқан. Бұл мақсатқа барлығы 160,4 миллиард теңге жұмсалыпты. Бүгін Бәйтерек холдингінің басшысы Қуандық Бишімбаев Қостанайда болып, жергілікті әкімдікпен тағы бірнеше келісімге қол қойды. Сонымен қатар холдинг қаржыландырылып жатқан құрылыс нысандары мен өндіріс орындарында болды. Құралай Жұмағұлова мектепте мұғалім болып еңбек етеді. 2012 жылдан Бәйтерек холдингінің құрамына кіретін тұрғын үй жинақ банкінің салымшысы. Бүгін Ертең көшесінде мемлекеттік бағдарлама бойынша жаңадан бой көтерген үйден баспана бұйырды. Осы 50 шаршы метрлі бір бөлме пәтерге ие болып отырмын. Өте қуаныштымын. Рахмет. Елбасының саясатының арқасында салиқалы Қазақстанның қарапайым халқы осындай қолжетімді бағдарламаға ие болып отыр. Соңғы жылдары Бәйтерек холдингі Қостанай облысында тұрғын үй құрылысына 6 миллиард теңге құйған. Бұл қаржыға көлемі 68 мың шаршы метр, 1046 пәтерлік 13 тұрғын үй салынды. Қазір қала сыртында жалпы аумағы 31 гектар жерді алатын әуежай шағын ауданының құрылысы жүріп жатыр. Жаңа кешеннен барлығы 43 тұрғын үй бой көтереді. Бүгін алғашқы нысандардың бірінің іргетасы қаланды. В нашем доме он состоит из 4 блок-секций. Бұл үй 4 блок-секциядан тұрады, 144 пәтерлі. Құрылысын биыл сәуір айында бастап отырмыз, ал осы жылдың желтоқсан айында пайдалануға береміз. Төменгі қабатында 4000 шаршы метрден астам қоғамдық орын болады. Қостанайда автоөндірістің дамуына да Бәйтерек холдингі зор қолдау көрсетіп отыр. 2 жыл ішінде осы салаға Қазақстан даму банкінен $70 миллион бөлінген. Соның арқасында әлемдік брендке айналған француздық және қытайлық автокөлік маркаларын құрастыруға мүмкіндік туды. Бұл да бағдарлама Қазақстан даму банкі қаржыландырылып, іске асырылып жатыр. Биыл осы Сарыарқа автопром жоспары бойынша 3 мыңнан астам JAC машинелер шығарылатын болады, 2 мыңнан астам Peugeot машинелер шығарылатын болады. Іс-сапар соңында Бәйтерек холдингі мен облыс әкімдігі арасындағы іскерлік қатынасты дамыту жөніндегі кеңес өтті. Басқосуда кәсіпкерлік, құрылыс, өнеркәсіп салаларын қамтитын бірнеше маңызды келісімдерге қол қойылды. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.